Түркістан қаласында 75-72-99, Алматы қаласында 261-35-55. Радиоса. Есімі елге белгілі әдебиет пен өнер қайраткерлерінің ұлттық мүдденің көшін алға сүйреп жүрген ұлт зиялыларының ұлағатты әңгімесі. Құтты қонақ хабарында. Ассалаумағалейкум, құрметті Шалқар ұлттық радиосына құлақ түрген барша тыңдарман. Ұлттық арнаның тікелей толқынында құтты қонақ бағдарламамыздың дыбысын қадағалап, әнмен әрлеп отырған әріптесім Жадыра Сардарбек қызы. Микрофон алдында Жасұлан Наурызбайұлы. Бүгінгі студиямыздың құтты қонағы халық барысы Қазақстан Республикасының Қазақ күресі федерациясының спорт жөніндегі менеджері Алтай Бимен. Алтайге қош келдіңіз студиямызға. Ассалаумағалейкум, қош көрдік. Қасиетті Рамазан айы қабыл болсын баршамызға. Әумин. Ал енді Алтайге мына алда осы 25-26 күндері белдесуден халық барысы республикалық үлкен турнир ұйымдастырып жатыр екенсіздер. Жалпы өзі әр қазақтың баласы күрестен алыс емес, спорттың ішіндегі осы күрес өнерінен. Дәл бүгінгі таңда осы боз кілемнің үстінде жүрмесе де, қай қазақтың баласын алып қарасаңыз, бала кезінде әйтеуір күрестің дәмін татқан, ұстаз көрген, күрестің әдіс тәсілін білет әр қазақтың баласы. Осы қазақ күресінің. Енді біздің білуімізше осы халық барысы 2018 жылы алғаш ұйымдастырылды ғой, Иә, солай. Алғашқы болып. Ал енді алдағы уақытта да ұйымдастырып жатыр екенсіздер, сәтімен болсын. Үлкен бір абыройлы әдемі кеш болсын. Бұл біріншіден мына қазақтың өзінің төл спорты ғой, қазақ күрес. Қазақтың бір рухын көтеру. Сондықтан енді барлығы сәтімен болсын дейміз. Жалпы енді халық барысы болғаннан кейін әлбетте түсінікті нәрсе, ел арасында, халықтың арасында намысты, білекті, батыр, жүректі азаматтар қатысады. Бүгінгі таңда қалай, қызығушылығы қалай? Жиі хабарласып жатыр ма? Тағы да ассалаумағалейкум деп сөз бастағымыз келіп отыр. Барша қазақ жұртына келіп жеткен оразай қабыл болсын, дұға тілектер қабыл болсын. Енді қазақ күресі бұрыннан Қазақстанда, жалпы қазақ тарихында өзі дамыған ғой. Сол қазақи спорт түрлерінің бірі жаңағы белдесу күресі дейді. Осы белдесу күресі 2018 жылы алғаш рет спорт түрі ретінде танылып, сол былтырғы жылы бірінші рет республикалық турнир ұйымдастырылған, жаңа өзіңіз айтып өткендей. Биыл қайтадан өткізіп жоспарлап жатыр едік. Былтырға қарағанда, былтыр мысалға 200-ге жуық қатысушылар болған еді, спортшылар. Биыл Құдай қаласа 1000-ға жуық бола ма деген өзіміздің бір қызығушылар көп қой. Қоңырау шалып жатқандар, қатыссақ деп жатқан үміткерлер көп осы біздің болып тұр. айтып тұрған 1000-ға жуық жоспарымыз дегенге, сол қатысушылардың ниеті, солардың жаңағы байланысы, бізге деген өтініштері қазіргі күннен бастап легі-легімен болып жатқаннан өзіміздің бір топшалаған түріміз өте қызығушылық жоғары болып тұр. Ал енді дәл қазір бізді Шалқар радиосын тыңдап келе жатқан тыңдармандар, осы халық барысы күресіне қатыссам дейтін азаматтар бар шығар біз тыңдап отырған. 75-72-72 студия қонағына қоңырау шалып сұрақтарыңызды қоюларыңызға болады. Астана қаласының коды 717-2. 75-72-72 біздің байланыс телефонымыз. Ал енді менің естуімше, осы алғашқы ұйымдастырылған халық барысында, мына Қазақстан барысына, әлем барысына шығып жүрген өзіміздің батыр, кәсіби, осы қазақ күресінде жүрген азаматтар бар ғой. Бұларды қатыстырмаған болатынсыздар, иә?
Иә, енді бұл халық арасындағы халық барысы атауына сәйкес болсын деп көбінесе жаңағы өзіңіз айтқандай біраз спорттан қол үзіп қалған, кезінде күрескен жігіттер бар. Не болмаса жаңағы қазақ күресіне қатысы жоқ басқа күрес салаларындағы жігіттер бар ғой. Иә. Енді олардың барлығы көбінесе қазақтар болғаннан кейін ба қазақ күресі, қазақ байырғы қазақ белдесуі, осы белдесу күресімен күресіп, солар бір ортақ қызығушылық болып, ұлттық спортымыз қайта жаңғырса деген ниетте болған едік. Сол себептен ол жерге бірінші жыл болғаннан кейін жаңағы кәсіби спортшылар да осы Қазақстан барысы, әлем барысында жүлделі орын алып жүрген атақтылы кісілерді қатыстырмағанды жөн көрген болатынбыз. Енді биылғы жылы ондай жоқ, биылғы жылы шектеусіз кез келген Қазақстан азаматы 18-ге жасы толған 50 жасқа дейінгі аралықта салмағы 70 келіден жоғары кез келген қатысушы өзінің өтінішін білдірсе келіп қатысса болады, бағын сынаса болады. Осы қазақ барысы күресіндегі біздің кәдімгідей ел танитын, әлем барысында жеңімпаз болып жүрген азаматтар, қатысушылар, үміткерлер бар ма, көп пе? Енді бүгінгі күнге дейін жүлдегерлердің қатарындағы әлі ешкім өтініш білдірген жоқ. Негізгі осы біздің биылғы жылғы өтетін халық барысына тіркеу күндері 23-24 күндері Алматы қаласында өтеді. Балуан Шолақ спорт сарайы және жаңағы шаңғы несі бар ғой, трамплині, сол жерде өтеді. Сол жерге барып тіркеледі. Иә, ол жерге барып тіркелуге болады. Осы тіркеуге дейін бізде онлайн тіркеу қазір жүріп жатыр ғой, иә, Қазақстан барысы .kz сайтында өтінішпен тіркелуге болады. Енді осы тіркеулердің қатарында әзірге Қазақстан барысының жүлдегерлері көрінген жоқ, бой көрсеткен жоқ әлі. Ертең осы Қазақстан барысы жүлдегерлері осы күреске халық барысына қатысты дейік. Иә. Сол азаматтарды осы жеңетін, олардан да білекті, жүректі балуан азаматтар халықтың арасынан шығу әбден мүмкін ғой, бірақ иә? Әбден мүмкін. Себебі, мысалы Қазақстан барысының ережесі бойынша ол жерде өздеріңіз білесіздер, спортшылар үстіне берен киіп шығады, және де өзінің бір ережелері бар. Жалпы жаңағы балуанның екі жауырыны жерге тигізу керек деген сияқты. Не болмаса жамбасқа 4 рет отырғызу керек, не болмаса жаңа жартылай жеңіске жетіп, 2 рет алса, сол арқылы таза жеңіске жетеді. Ал бұл белдесу күресінің ерекшелігі, бұл жерде балуанның кез келген үшінші нүкте дейді ғой, енді былайша спорт тілімен айтқан кезде. Қолы тиген жағдайда, жамбасы тиген жағдайда, иығы, басы кез келген тізеге тиген жағдайда, бірінші жерге тиген жағдайда, онда жеңіс болып табылады. Міне қазір боз кілемнің үстінде күреске шықты, екеуі белдесе кетті. Біреуінің тізесі жерге тиді. Болды. Қарсыласына жеңіс беріледі. Негізі қазақ тарихында... Не болмаса екеуі күресіп, сүрініп кетіп, қолын жерге тіреді, жеңілген болып есептеледі, Жоқ, енді ол қарсыласының ықпалынсыз өзі сүрініп, немесе әдіс жасайын деп арқылы жаңағы бір нетсе, онда ол басқа мәселе. Бұл жерде ықпалы мен күш салуы арқылы қарсыласының кез келген жерін жерге тигізген жағдайда онда жеңіс саналады. Тамаша. Нағыз шынымен де білекке, бойындағы күшке сенетін. Білек пен белдің күші бұл жерде енді аяққа нық тұрып, қарсыласына мысалға грек-рим, еркін күрестің палуандарының бұл жердегі басымдылығы көптеу болады, мысалы қазақ күресіне қарағанда деген сияқты. Бұл жерге дзюдо күресі, самбо күресі, кез келген спорт түрлерінің жаңағы басымдылығы. Ал енді жоқ емес. Осы халық барысы күресінің ережелерімен біз толық таныстырып кетейікші тыңдарманды. Жалпы негізі бірінші тарихына бір ауыз тоқталып өтейік, белдесу күресі осы біздің жырларда да, тарихи әңгімелерде де, енді қала берді, бер жақтағы мынау Қожа фильмдегі Қожа мен Сұлтанның күресін білесіздер ғой, жаңағы белдесетін. Осы сипатта негізі қазақ күресі бұрында болған екен. Енді мысалы оңтүстік аймақтарда үстіңгі киімсіз беренсіз күрескен екен. Енді солтүстік жақтарда жаңағы Наурыз мерекесі бола ма екен, ол кезде балақ жеңін қайырып, сөйтіп күрескен болатын.
Біз осы қағидаларды ұстана отырып байырғы рухани жаңғыру дейді ғой, мынау елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен жасалған жаңағы рухани жаңғыру аясында осы бір ұлттық спортымыз қайта жаңғырса деген ниетте Арман Төлегенұлы Шураевтың бастамасымен осы спорт тілі бекітілген болатын. Енді сол қағидаларды жаңағы айтып өткеніміздей негізге ала отырып белдесуде мынадай ережелер бар. Жаңағы басқа күрес түрлері сияқты 5 минутқа белдесу уақыты созылады. Ортадағы төреші және жарысымыздың бас төрешісі осы төрешілік қызметін атқарады. Спортшылар жаңағы 8-8 аймағына шеңберіне шығады, сол жерде белдеседі. Енді белдесу барысында жалпы күрес түрлеріне өте ұқсас, басқада қазақ күресіне өте жақын. Жаңағы жамбас жасау арқылы, қырқа шалу арқылы, іштен шалу арқылы әртүрлі күрес ережелеріндегі бар күрестердің барлығы осы жерде пайдаланылды. Тиісінше жасалған әдіс тәсіліне қарай ұпай саны беріледі. Ұпай саны дегенде бұл жерде негізі жаңағы бірінші тиген дене мүшесінің бірінші тиген жері егер тіркелсе, яғни ол спортшы ұтылған болып саналады. Егер дау болып жатса, келіспеушілік болып жатса, онда бас төрешіге жүгінеді. Егер де ортадағы төреші спортшыларды жаңағы төрешілік жасау барысында қателескен болған жағдай болса, мысалы өрескел қателіктер бой алдыру мүмкін, енді пендешілік болғаннан кейін сүрінбейтін тұяғлық дейді ғой, сол сияқты бір салғырттық жағдай танытқан кезде жаңағы төрешінің спортшының өзі немесе спортшының өкілі жаттықтырушысы ишара етіп жаңағы бас төрешіге жүгіне алады, жарыстың бас төрешісіне. Жарыстың бас төрешісі өзінің шешімін осы жерге бағасын береді. Бұл жағдай егерде жаңағы талас тудырған жағдайда, онда видеодан қайталау мүмкіндігі бар. Видеодан қарап, әдістің қалай болғаны, жаңағы кімнің бірінші жерге тигені кейде болады енді талас жағдайлар. Бір адам әдіске кіреді, екіншісі оған қайтару әдісіне кіреді, екінші қарсы шығу әдісін, қарсылас әдісін жасайды. Сол кезде кімнің бірінші денесі тиген және кімнің күші басымдылық болған, талас болып қалған жағдайлар болады. Осы уақыттарда видеодан қайталау арқылы көрсе болады. Ал одан кейін енді осы халық барысы күресі іріктелген кезде балуандарымыз мықты салмақты азаматтар бар. Бір азаматтар келуі мүмкін, салмағы 150-ден асады, 160. Ал енді бір балуандар келуі мүмкін, қатыссам деп, салмағы 70-80 болуы мүмкін. Біз осының алдында өткен осы мына өнер барысы қой дейме, өнерпаздардың арасында өнер барысын ұйымдастырды. Сол кезде екі бөлікке бөліп, мына салмақтан мына салмаққа дейін, бұлар төменгі салмақ, мынада ауыр салмақ деп екіге бөлді. Бұл жерде қалай болмақ? Енді бұл жерде жалпы белдесу күресі ережесі бойынша екі салмақ дәрежесі қарастырылған, 70-ке дейін және 70-тен жоғары деп. Бірақ халық барысы турнирінің ережесі бойынша бұл жерде 70 келіден жоғары салмақ дәрежесіндегі кез келген балуан өзінің бағын сынай алады. Қатысам деушілер салмағы 70 келіден жоғары болу керек. 70 келіден асу керек, жасы 18-ден асу керек. 70-тен төмендер қатыса алмайды. Жоқ, олар қатыса алмайды, өкінішке орай. Тамаша, ал енді біз білеміз, мына Қазақстан барысы қазақ күресін дамыту қоры бар. Бұл енді негізгі ұйымдастырып жатқан сіздердің күрес федерациясы ғой. Негізгі ұйымдастырушысы осы өзіңіз айтып өткен Қазақстан барысы қазақ күрес дамыту қоры. Енді демеушілік жасап осы турнирдің өтуіне септігін тигізіп жатқан ол Алматы қаласының әкімдігі. Енді онымен қоса Қазақстан Республикасының қазақ күресі федерациясы ұйымдастырушылардың қатарында. Тамаша. Ал енді жүлде қоры жайлы айтсақ, жалпы жүлде қоры. Ең қызығы дейсіз ғой. Өйткені бізді тыңдап келе жатқан тыңдармандар, батыр, күрескер, күресетін бауырларымыз болса, шынымен енді қазіргі таңда көбісі осы жүлдеге қарайды.
жүлдесі жақсы екен, мен де бір қатысып бағымды сынап көрсем бе екен деген ой тууы әбден мүмкін ғой. Жалпы жүлде қоры қанша? Жалпы жүлде қоры 20 миллион негізгі. Соның ішінде 4 орынға беріледі. Бірінші орынға 9 миллион, екінші орынға 4,5 миллион, үшінші орынға 2 миллион 700 мың, және төртінші орынға 1 миллион 800 мың теңге. Онымен қоса, осы балуанның жаттықтырушысына да қарастырылған. Бірінші орын үшін миллион, екінші орын үшін жарты миллион 500 мың теңге. Одан кейін үшінші орын 300, және төртінші 200 мың теңге қарастырылған. Балуанның жаттықтырушылары деп айтып қалдыңыз. Иә. Жаңа айтып жатырмыз ғой, әр қазақтың баласы күрестің әдісін білет, бала кезінде күресіп өскен. Бірақ қалай болғанда да кәсіби осы боз кілемнің үстінде белдесуге шыққан кезде шарты болады ғой. Тіпті балуан үшін жығыла білудің өзі, қолын тіремей жығылу, осыны білмейтін, күреске қатыспаған, күрестің айласын білмейтін азаматтар қатысу әбден мүмкін ғой, күшіне сеніп келген. Осы күрес басталар уақытта бірнеше күн бұрын оларды бапкерлер дайындау, әдіс тәсілдерін үйрету, осындай дүниелер жүре ме? Негізгі мәселелердің бірі ғой енді. Бұл халық барысы болғандықтан бір кәсібилердің арасында емес. Жалпы мысалы қазақ күресінің арасында ғана не болмаса, жаңағы еркін күрес, дзюдо күресі деп бөлмегендіктен, бұл жалпы халыққа, жалпы қазаққа ортақ белдесу спорты болғандықтан, сол халыққа ортақ турнир болғандықтан, бұл жерде ешқандай шектеу жоқ. Тағы да қайталап өтейік, кез келген спортқа қатысқан жігіттер болса, келіп қатысуға болады. Енді жарысқа тіркелу барысында 23-24 күндер өтеді. Жаңағы балуаншылық спорт сарайы мен шаңғы трамплині Әл-Фараби 128-2 адресі бойынша Алматы қаласында орналасқан спорт кешені. Осы жерде тіркелу өтеді. Тіркелуден кейін спортшыға жалпы күрес ережесі жаңағы түсіндіріліп айтылады. Түсіндіріліп міндетті түрде айтылады. 24 күні жаңағы төрешілерге немесе қатысушыларға семинар сабақтар өтеді. Алла қаласа. 24 күні міндетті түрде болады. Енді бұл жерде спортшылар міндетті түрде медициналық сақтандыру сол жерден талап етіледі. Сол келген кезде не болмаса басқа жақтан сақтандыру, бір күндік сақтандыру болса болады. Өзінің осы жарысқа қатысты медициналық сақтандырудан өтіп келу керек. Шарт сондай. Бұл денсаулығын кәдімгі тексеріліп, сол медициналық қағазбен келу керек қой сіздерге, өйткені әртүрлі жағдайлар болады, мысалы жүрегі, қан қысымы деген тәрізді. Енді бір арнайы тексеріліс бұл жерде жоқ. Жаңағы медициналық сақтандырудың ішіне осы кіреді ғой, жалпы сақтандыру компаниясы ол кісінің уже денсаулығына қарайды ғой негізінде. Олар жауапты болады, сақтандырып полисін беріп жатқан жағдайда оны қарайды ғой, кем-кетігін, жаңағы денсаулығын жағдайын қарайды. Сол себептен бізге сақтандыру полисі жеткілікті. Ал енді төрешілер туралы айтыңызшы, төрелік ететін. Бұл енді сіздердің осы Қазақ күресі федерациясына қарасты бапкерлер ғой. Қазақ күрес федерациясына қарасты бапкерлер, кемі бірінші санаттағы төрешілер, басым көпшілігі бұл жердегі ұлттық санаттағы Қазақстан Республикасының жаңағы белді, тәжірибелі төрешілері болады. Қанша төреші? 30 төреші. Бұл күресетін балуандардың жеке өздерінің бапкерлері төреші болатын, содан кейін бас төреші. Төрешілікте бізде федерацияның, Қазақ күрес федерациясының төрешілік қызметін атқаратын өзі арнайы кісілер бар, төрешілер. Біз сол тізімнен ғана алып отырмыз. Бұл жерге жаңағы спортшылардың жаттықтырушылары төрешілік тізімге халық барысына қатыса алмайды. Олар тек өкіл ретінде, не жаттықтырушы ретінде спортшының солай ғана келеді. Бүгін мысалы шешім қабылдады сіздің халық барысы күресіне күресем деп. Бүгін өзі бар бір бапкерді тауып, сонымен дайындалып, сол бапкерді алып келу керек бола ма? Ол бапкерлер қандай болу керек? Бапкерлеріне сіздер шарт қоясыздар ма? Міндетті түрде бұл кәсіби спортшы болу керек,
атағы болу керек күрестен деген? Жоқ, ешқандай шектеу жоқ. Тек қана Бапкерді өзі тауып, сонымен шынығып, дайындалса болады. сіздерге келіп қатысуға болады. Бізге тек қана осы белдесу күресінің ережесін білеген адам болса, біздің күрес халық барысы турнирінің ережесімен таныс, осы ережелерді білетін адам болса, бізге сол жеткілікті. Өкіл ретінде, жаттықтырушы ретінде қатыса алады. Ал енді бүгінге дейін жаңа онлайн тіркелу деп айтып жатсыз ғой. Бүгінге дейін қанша балуан тіркелді? Шамамен қазірдің өзінде бір 200-ден асып кетті балуандар. Тек онлайн тіркеулер. Бірақ басым көпшілігі сол 23-24 жаңағы түсіндірумен қатар болатын күнге келгісі келген ниет білдіріп жатыр. 200-ден асып кеткен тіркелгендер бар. Ал енді сол 200 тіркелген балуанның барлығы қатыса ма? Арасынан іріктейсіздер ме әлде сіздер? Жарыс бізде 25-26 күні 2 күнге жалғасады. Ал енді 200 адам осы күнге дейін тіркелді дейік. Әлі 26-сына дейін қанша күн бар? Біз тыңдап отырған тыңдармандар бар. Ертең тағы 200 адам тіркелуі мүмкін. Ал негізгілер сол 23 күні тіркелетін уақытта бірақ барамыз деп, тіркелетін уақытқа барып, тағы 200 адам тіркеліп жатса. Нұр үстіне нұр ғой, біздің көздеген мақсатымыз осы халықтар арасында не 600 адамның арасынан өткізіп шығуға дайынбыз дейсіз ғой. 1000-2000-ға адам келсе, біз оған қуанамыз. 2000 адам, 3000 адам келіп жатса, анау тук айтпақша түрі жаман ас болды деген сияқты. Түрі жаман бір өте жоғары деңгейдегі республикалық турнирдің өткеніне біз қуанамыз. Біздің көздеген мақсатымыз да, жалпы арманымыз да осы. Неғұрлым халық спортқа қызығушылығы жоғары болса екен, күрессе екен, белді азаматтар, білекті азаматтар көп болса екен, шыныққан азаматтар көп болса екен деген біздің негізгі мақсатымыз осы спорт түрінің жалпы дамып жатқаны, оның бір былайша айтқан кезде біздің еңбек етіп жатқанымыздың барлығының бағыты осы. Енді бұған дейін де сіздер қазақ барысын ұйымдастырып жүрсіздер, әлем барысын ұйымдастырдыңыздар. Құрметті тыңдарман, бізге қоңырау шалам десеңіздер 75-72-72 біздің байланыс телефонымыз, тыңдармандарға айта кетейік, сауалдары болса. Бұған дейін көптеген күресті ұйымдастырып жүрсіздер. Қалай болғанда да кәсіби, бұрын соңды боз кілемнің үстіне шығып жүрген, күрестің тәртібін білетін балуандар іріктеліп шығады. Осындай бір үлкен шараларды ұйымдастырып жатасыздар. Ал енді бұл халық барысын ұйымдастыруда, Қазақстан барысын ұйымдастырудан қанша дегенмен қиындығы бар шығар. Халық барысының Қазақстан барысынан қиын деп айта алмаймыз. Тек қана бұл жерден қатысушылардың көптігі мәселесі болмаса, жалпы әдіс білмей келген балуандар қиындық туғызбайды ғой. Тек қана күшіне сеніп, не болмаса мықты көкпаршылар бар ғой. Күреске қатыспаған ауылда мықты көкпаршылар бар. Сол жігіттер келіп алса кетуі әбден мүмкін. Жалпы мынау қазақта бар ғой, батыр, әнші, балуан деген атақ беріледі ғой. Кез келген адамды білесіздер, әнші демеген, кез келген адамда балуан демеген. Балуан деп айтқан қай уақытта жаңағы жарысқа келіп өзінің балуандығын дәлелдеген кезде. Ол қатысушы әртүрлі болуы мүмкін ғой. Мысалы, жаңағы батыр болуы мүмкін, жаугершілік заманда жаңағы елдің қолбасшылық жасап жүрген жігіт болуы мүмкін. Не болмаса көкпаршы болуы мүмкін, не болмаса бір кәсіби спортшы болуы мүмкін. Сол тек өзінің балуандығын дәлелдеген жағдайда балуан атағы берілген. Сол себептен бұл жерде де ешқандай бір шектеу жоқ. Кез келген нәрсеге, кез келген спорт түрінен айналысатын кісілерді осы жерге қатыстыруға шектеу қойып отырғанымыз жоқ, сол себептен. Тамаша, енді бәрі сәтімен болсын, абыройлы болсын дейміз. Халық барса, шынымен енді елдің арасынан жауырыны жерге тимеген балуандарымыз, бұл қазақ үшін жат емес қой.
әр қазақтың баласы, жаңа айтып отырмыз ғой, бала кезінен күресіп өскен, ән салып өскен. Сондықтан бұл өнерде 8 қырлы деп жатамыз. Сондықтан мықты елді таң қалдыратын, елдің рухын оятатын мықты балуандарымыз көп болсын дейміз. Ұйымдастырып отырған шараларыңыз сәтімен өтсін дейміз. Әумин. Ал енді мына қасиетті Рамазан айында өздеріңізге де табысты, берекелі, жақсылық тілей отырып, өзіңіздің 1-2 ауыз тілегіңізбен бізде хабарымызды аяқтайық. Шақырғандарыңызға рахмет. Осындай спортқа демеушілік жасап, бізді қолдап отқандарыңызға рахмет. Тағы да қайталап өтейін. Халық барысы турниріне 23-24 мамыр күндері халықаралық Сұңқар шаңғы трамплинінде тіркеу болады, және де Балуан Шолақ спорт сарайында тіркеу күндері болады. 25-26 күндері сайыс болады. Енді тілекке келсек, барша қазақ жұртына алдағы уақытта аманшылық тілеймін. Осы ұстап атқан оразамыз қабыл болсын барша жұртымызға. Келе жатқан қазақтың үлкен тарихын, бір тағдырын шешетін сайлау аман есен өтсін деген тілегімді айтқым келіп отыр. Өздеріңізге де еңбектеріңіз жемісті болсын дейміз, табысты болсын дейміз. Мінекей құрметті тыңдарман қауым, сіздер тікелей толқында Шалқар радиосының құттықтаған хабарын тыңдадыңыздар. Келесі тікелей толқында тілдескенше ел аман болсын. Шалқар радиосымен бірге болыңыздар.